Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху уассалам Омар, Әбу Бәкір үшеуі Ухуд тауында тұрған кезінде жер сілкінеді. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Ухудты қолымен ұстайды да: «Ей Ухуд, тыныштал, анығында сенің үстінде бір пайғамбар, екі шахид тұр ғой» деп айтқан. Бұл хадистен түсінетініміз, қайсы бір қауымда жақсы адамдар көп болса, ізгі амал істейтіндер көп болса, ол қоғамға апат та, бәле де, індет те келмейді екен. Сіз денеңіз шам болып қалса, сіз оны қолмен қағып тастайтын сияқты, жерде күнәдан кірлеп кеткен кезде Алла тағала жермен сілкіп тастайды екен. Сіз қолыңыз кір болып қалса, барып суға жуасыз. Жердің беті күнәдан кір болып кеткен кезде Нухтың қауымы сияқты Алла тағала жуып тастайды екен.